Mobil байланыс біздің өмірімізге көптеген өзгерістер алып келді. Хаттегі сымсыз телефонлар тұрмысымыздың ажыралмас бөлігіне айланып үлгерді. Бірнеше минуттың ішінде алыс жақын аралықты көптеген адамларды байланыстырып, дүнияны жалғайтұғын байланыстың имканиятлары бүткіл әлем бойлап кеңінен рауажланбақта. Демек, ұялы телефонлар һәм оның имканиятлары хақында Техно әлем рубрикасында сөз етеміз. Mobil telefonlar dәуірі осыдан 25 жыл алдын пайда болды. Яғни сол вақытлары Motorola компаниясының телефонлары көпшілік назарына ұсыныла бастады. Ал мобиль телефонлардан сөйлесу бойынша қоңырауды 1973 жылы Motorola компаниясының қызметкері Мартин Купер тарапынан әмелге асырылды. Ол ұялы телефон жәрдемінде басқа бір абонентке қоңырауды әмелге асырады һәм дүнияда бірінші мәрте ұялы телефон жәрдемінде қоңырауды әмелге асырған адам болып тарих бетлерінде қалады. Мартин Купердің әмелге асырған мобиль телефонның салмағы 1 килограммнан ауыр еді. Сол вақытлары Нью-Йорк қаласында көптеген мобиль байланыс станциялары іске қосылды. Дүнияда ең бірінші пайда болған мобиль телефонлардың сатылуы дүканларда $3,990 құрады. Яғни қазіргі бақамен салыстырғанда әдеуір қымбат деген сөз. Қазіргі уақытта мобиль байланыс әлемінде мобиль телефонлардың ең көп сатылып отырған телефонлар қатарында Apple компаниясының өнімдері тұрады. Бірақ осыдан бірнеше жыл алдын бұрын Nokia компаниясының да бірқатар телефонлары сатылды. Бірақ қазіргі уақытта осы компанияның өнімдері көптеген данасы сатылмақта. Көптеген функцияға ие телефонлар смартфонлар, яғни ақылы телефонлар деп аталады. Дүниядағы ең бірінші смартфонлар 1993 жылы пайда болды. Яғни оның сол вақыттағы бақасы $900 шамалас еді. Қазіргі уақытта дүния жүзіндегі ұялы телефонлардың саны 3,3 миллиард данаға жетті. Олардың дерлік жартысынан көпшілік пайдаланушылар мобиль телефонның экранындағы жарықты қалта фонарик ретінде пайдаланады екен. Ұялы телефонлардың пайдаланып болғаннан кейін ол жаңадан шыға береді, ал оның ескілері шығынды ретінде тасаланады. Ол болса бұл кезегінде экологияға кері тәсірін тигізуі мүмкін. 1999 жылдан бастап жас өспірімлер һәм мектеп оқушыларының көпшілігі ұялы телефонлардан пайдаланды. Бұның сыры сол вақытлары ұялы телефонларға видео ойындар жаратыла бастады. Ең дәстепкі видео ойын бұл жылан ойыны болды. Бұл көпшілік жас өспірімлердің һәм мектеп оқушыларының бірқатар қызығушылығын оятты. Ұялы телефонға қарсылардың тек арғысы бұл балалар шипакерлері болып табылады. Яғни 16 жасқа шекемгі балаларға қатаң түрде телефоннан сөйлесуге қадаған ету керек. Себебі шипакерлердің айтуларына қарағанда жас өспірімлер ұялы телефоннан сөйлессе, оның электромагнит тәсіріне түсіп қалады, яғни оның организмі сезімтал болады екен. Айрым швед ілімпазларының пікірлеріне қарағанда да балаларға телефоннан ұзақ уақыт сөйлесуге болмайды. Егер ұзақ уақыт давамында жас өспірімлер телефоннан сөйлескенде миіменен болған әртүрлі машқағалар пайда болады екен. Базы бір мағлұматларға қарағанда мобиль телефонлардан 20 жылдан астам уақыт пайдаланған адамдар бара-бара майыпқа айланып қалуы мүмкін. Сіз мектеп жасындағы балаңызға телефон сатып беріп, оның өмірінің ең гүлдеген уақытында имканияты шекленген болып қалғанын қалем етуін шығарсыз. Сондықтан мектеп жасындағы балалардан телефоннан пайдаланғанда ата-ана тарапынан қадаған етіп барылуы зарур. Сондай-ақ хамледар хаялар күніне 15 минуттан артық телефонда сөйлеспегені мақұл. Егер бұл қағидаға әмел етпесе, хамледар хаяларда тынышсызлану, ұйқысыздық кеселдіктері пайда болуы мүмкін. Хамледарлық уақытында болса, балалардың халсіз, кесел, беймаза болып туылуына да алып келуі мүмкін. Сондықтан хамледар хаялар хам телефоннан пайдаланғанда өзінің реті уақыты менен пайдаланған мақсатке муафиқ болады. Мобиль телефонлардың имканиятлары жылдан жылға артып бармақта. Сіз білесіз бе, мобиль телефонның жәрдемінде компьютерде де аралықтан тұрып басқару мүмкіншілігі бар.
Hazır осы imkaniyatlарды sizlerge көрсетіп береміз. Bizler hazır mobil telefon jardamında aralıktan turup üydегі hamde жұмыс орталығында kompüterlerde басқаруды көріп шығамыз. Bunun үшін бізге TeamViewer бағдарламасы компьютерімізге орнатамыз. Hamde бағдарлама тараптан бізге ID код беріледі. ID кодты компьютер тарапынан жеке коды болып есептелінеді. Hamde бұл бағдарламаның сазламасына кіріп, өзіміздің паролімізді кіртеміз. Міне паролімізден кіртіп болдық. Паролімізді есімізден шығарып қоймауымыз үшін блокнотымызға жазып қоямыз бұны. Соның менен TeamViewer бағдарламасын мобил телефонымызға орнатамыз. Бұның үшін бізге Play Market бағдарламасынан ішіне кіріп, осы программаны жүклеп аламыз, hamde орнатамыз. Қазір мен осы программа жәрдемінде үйдегі компьютерге кіріп, бұны басқарып көреміз. Бұны басқару үшін біздер TeamViewer программасын ашамыз. Ашылғаннан соң бізде ID код hamde парольді сұрайды. ID код hamde парольді кіртеміз. Кіртілгеннен соң азғана күтеміз бұны. Не көріп тұрғаныңыздай компьютерімізге жалғанды. Компьютерді бұл телефон арқылы қалегенімізше басқарсақ болады. Қазір пуск менюсына барып, Wordқа кіреміз. Көріп тұрғанымыздай Wordқа кірді. Бұда біз текст жазамыз. Бұл бағдарлама жәрдемінде үйдегі компьютерді мобил телефон арқылы басқаруды көріп шықтық. Бұл бағдарлама әзіргі күнде ең ахметлі тәріплерге ие болып, үйдегі hamde жұмыс орнындағы компьютерлерді аралықтан тұрып, масападан тұрып басқаруға болады. Заманауи телефонлар тек бір-бірімізбенен байланысты амелге асырып қоймастан, ол кіші компьютерге де айланып үлгерді. Сондықтан пайдаланушылар мұқтаждықларына қарап, телефонлардың да imkaniyatlары жылдан жылға арта береді.